Ал жаңағы тапсырыс берген тауарымызды қайдан көреміз? Тапсырыс берген тауарыңыз әдетте мына сағаттың ішінде тұрады. Міне 1 деп тұр, ішіне кіріп көрейік. Бұл біздің жаңа тапсырыс берген тауарымыз. Мына сөмке барлығы жазылып тұр. Яғни бұл Қытайдың дүкенінен сатып алдыңыз, бірақ Қытайдың дүкені әлі біздің қоймаға жеткізген жоқ. Яғни біздің Қытайдағы қоймамызға. Біздің Қытайдағы қоймамызға жеткізетін кезде жолға шыққанда мына грузовикке өтеді тауарыңыз. Менде мысалы мына жерде қазір 17 деп тұр. Мына тауар жолға шыққан кезде 18 деп көрсететін болады. Және осы жерден тауарыңыз туралы ақпараттарды көре аласыздар. Қытайдың дүкенінен біздің жаңа пост компаниясының қызметкерлері қабылдап алғаннан кейін сіздің тауарыңызға 100% біз жауапты боламыз. Қытайдан Қазақстанға дейін, сіздің қолыңызға дейін жетуіне біз жауапкершілік аламыз. Сондай дұрыс келуіне. Ал енді осы тауарыңыз туралы жауапкершілік алғаннан кейін сізге ақпараттарды беруіңіз қажет. Осы ақпараттарды қай жерден аласыздар? Бірінші, біз Pinduoduoмен ресми серіктес болғандықтан, Pinduoduoның ішінен өзіңіздің тауарыңыз туралы ақпаратты қазақ тілінде, яғни өзіңізге түсінікті тілде статустарын барлығын көріп отырасыздар. Мына мен сіздерге қазір бұрынғы өзімнің тауарымды көрсетейін. Мына тауарды сатып алған болатынмын. Қазіргі таңда бұл қай жерде екенін осы грузовиктің жанында тұр. Сұрыптау орталығы дейді. Мына ішіне кіріп көреміз. Қандай статустардан өткен көрсетем. Міне ең басында жаңа пост қабылдап алды дегеннен басталады. Міне жаңа пост компаниясы қабылдап алды. Осы кезде тауарыңыз бізде болады. 100% кепілдік береміз. Сіздің тауарыңыз бізде екеніне. Одан кейін шетел сұрыптау қоймасы Хорвосқа жетті. Ары қарай барлық ақпараттарды міне күні, сағаты, минуты, секундына дейін осы жерден көре аласыздар. Одан кейін сұрыптау орталығына жетті. Одан кейін филиалға жетті деген хабарламалар келетін болады. Тауарыңыздың трек коды барлығы көрсетілген. Дәл осылай бұдан да нақты ақпаратты қайдан ала аласыздар? Ол біздің жаңа пост қосымшасынан. Міне жаңа пост қосымшасына кірген кезде тапсырыс деген батырма болады. Осы тапсырыс батырмасында сіздердің тауарларыңыз туралы ақпараттар беріледі. Мына жерде хабарлама деген бар. Бұл жерде сіздің тауарларыңыз туралы пуш хабарламалар келеді. Міне сөреге қойылды, Жетісу ауданының бөлімшесіне жетті деген барлық ақпараттардың барлығы көрсетіледі. Ал жаңағы біздің қараған тауарымыз Pinduoduoда сұрыптау орталығына келді деп тұр, мына тауарымыз. Ал енді бұны жаңа пост қосымшасынан көрейік. Қай жерде тұр екен? Міне сұрыптау дегенге кіреміз. Сұрыптау дегенімізге кіреміз. Одан кейін міне сұрыптау орталығына жетті деген тауарымыз тура міне осы жерде тұр. Осының ішіне кіріп, бұл жерден де барлық ақпараттарды ала аласыздар. Бұл жерде Pinduoduo қосымшасынан одан да тереңірек, одан да көп статус арқылы, яғни сұрыптау орталығына жетті, жолға шықты, кірді, сағаты, минуты барлығы көрсетіледі. Жаңа пост қосымшасынан хабарлама ретінде келіп отырады сізге. Осылай тауарларыңызды бақылай аласыздар. Келген кезде, міне тауарыңызды қай кезде келеді? Мына жерде бөлімше деп тұрады. Демек, бұл соңғы этап. Сіздің тауарыңыздың қолыңызға барып алатын соңғы этабыңыз. Мына этаптардың барлығын өтеді. Бөлімшеге келген кезде сіз өзіңіз таңдаған бөлімшеге барып, тауарыңыздың трек кодын көрсетесіз, индекс кодыңызды барлығын айтып, осы жерден бөлімше деген жерден тауарыңызды алып кете аласыз. Одан кейін бөлімшеден тауарыңыз алымдыға өтеді. Міне қазіргі таңда менде алымдыда 15 тауар тұр, бөлімшеде 5 тауар тұр. Осылай тауарларыңызды алып кете аласыздар.